Қазір мына Құлсары қаласында болдық. Ол жерде жаңадан шағын аудандар салынған екен. Жаңадан салынған үйлердің кейбіреуінің құжаттары әзір емес. Осы мәселелер қалай шешімін тауып жатыр? Мен біріншіден жүйелі түрде бұл сұрақтардың барлығына жауап беріп кетейін. Жаңа халықпенен кездестік, кездесулерде көптеген сұрақтар көтерілді. Кезеңмен айтатын болсақ, бұл мынау төтенше жағдай кездерінде көліктермен жүрген кезде мынау сергектерге түскен жаңағы айыппұлдар бойынша 1 сәуірден бастап барлық айыппұлдар тоқтатылды, тұрғындарға бұл жөнінде түсінік берді. Екінші мәселе, қазір енді тұрғындарымыздың барлығы эвакопунктта, тумасында, ағайында, енді келеңсіз бір жағдайларда жүр. Сондықтан қазіргі таңда шешім қабылданып, 100 МРП дейміз, 370 мыңдай жаңағы оларға жәрдемақы беріп жатыр. Бір реттік па? Бұл әзірге бір реттік бердік. Ары қарай себебі бұл жерде біздің немізде бір бөлек мәселелер бар. Себебі әлі күнге дейін тұрғындардың үйі суда тұр. Сондықтан судан шығарып, үйін кептіріп жаңағы жұмыстарына кіріскенше бұл қолдауды көрсетіп отырамыз. Сонымен қатар тұрғындармен сөйлескенде тағы бір түсінік берілген мәселе, бұл су кеткеннен кейін міндетті түрде тұрғын үйлерде техникалық тексерулер жүргіземіз. Сонымен қатар келтірілген шығындардың, зардаптардың мөлшерін анықтайтын боламыз. Сәйкесінше осы анықталғаннан кейін тұрғындармен бірлесе отырып, осы өтеу жөнінде, егер үйі жөндеуге жататын болса, жөндеп беру, жөндеуге жатпайтын болса, жаңадан тұрғын үй салып беру жөніндегі түсініктеріміздің барлығын берді. Бұл жұмыстар осы кезең-кезеңмен. Және де тағы бір айта кететін мәселе, осы жұмыстардың барлығын әкімдікпен бірге ұйымдастырудың ішіне біз осы Құлсарының белсенді топтарын тартып жатыр. Қарапайым азаматтар бола ма? Қарапайым азаматтар, сол суға кеткен жаңа микрорайон болатын болса, соның ішіндегі жаңа белсенді азаматтары араласып, бірге осының барлығын ашықтығын барлығын қарап отыратын болады. Штаб жұмысқа кірісті ме? Штаб кірісті. Бүгіннен бастап кірісті. Келесі жұмадан бастап төлемдерін ала бастайды. Өздері бірге отырып, бірге қарастырып отыратын болады. Сонымен қатар тұрғындардың көп жаңағы әртүрлі ақпараттар тараған. Мысалға жаңағы керек қажетті төлемақыларды алу үшін 5 күн ішінде документ тапсыру керек, 30 күн ішінде арызын беру керек деген ол жөнінде де мысалға түсініктеме беріп жатыр. Біз әрбір тұрғынның жағдайын шешкенге дейін олардың арыз шағымына алып, қарап, көмектесетін боламыз. Сонымен бірге қатар мынандай да мәселелер көтерілді. Жаңа сіз өзіңіз сұрақ қойған бұл тұрғын үйлерін жаңадан салып, бірақ заңдастырып үлгерілмеген. Құжаты жоқ. Құжаты жоқ. Сондықтан бұл жерде де біз енді халықпен бірге жаңағы топ анықтап, действительно ол кісі өзінің үйін салып жатқан болатын болса, оған да қолдау көрсететін боламыз. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес зардап шеккен тұрғындардың бірде-бірі қараусыз, көмексіз қалмайды. Сондықтан ең соңғы зардап шеккен тұрғынымызға көмектеспейінше ол штабта тарамайды, барлық жұмыстар жүргізілетін болады.